Менің балалық шағымның суреттері киноның кадрына ұқсайды. Құрметті оқырман, бір ел бір кітап 2024 республикалық акциясы бойынша қазақ прозасына өзгеше өрнек, ғажайып сыр сипат әкелген көрнекті қазақ жазушысы, балалар әдебиетінің бәйтерегі Бердібек Ыдырысұлы Соқпақбаев шығармаларын жаппай оқуға ұсынылды. Сонымен қатар биыл Бердібек Соқпақбаевтың жылдығы ЮНЕСКО-ның атаулы күнтізбесіне енгізілді. Жазықта көрдім мен өлең, жазықта көрдім қара сөз, ерте ме кеш пе мен өлең, өлмейді тек дана сөз деп жазған Бердібек Соқпақбаев ұлт тарихы, ұлт тауқыметі, ұлт мақтаны, ұлт тағдыры. Тарих, тағдыр, тұлға. Уақыт өткен сайын салмағы артып, бағасы биіктеп баратқан шығармалары бізге мұра. Бердібек Соқпақбаевтың әрбір шығармасы боямасыз, шынайы суреттелген. Жазушының мына шығармалары жас пен қарияның сүйіп оқитын туындыларына айналды десек артық болмас еді. 16 жасар чемпион, менің атым Қожа, балалық шаққа саяхат, өлгендер қайтып келмейді романы. Олай болса, сіздердің назарларыңызға Бердібек Соқпақбаевтың шығармаларымен таныс болыңыздар. Ендеше сіздердің назарларыңызға 16 жасар чемпион. Бердібек Соқпақбаевтың 16 жасар чемпион атты повесі алғашқы рет 1951 жылы жарық көрді. Повестің тақырыбы өз заманында тым жаңа болды. Сондықтан да Соқпақбаев алғашқы туындысын өңдеп 1957 жылы чемпион атты, кейін 1962 жылы жекпе-жек атты шығармаларын көпшілікке ұсынды. Бұл шығармада қазақтың қара домалақ балаларына тән спорт түрі бокс жайлы жазылған. Ал бұл шығарма тек қазақ хандығына, спорт өнерінің дамуына үлкен үлес қосты. Ал енді шығарманың өзіне келетін болса, басты кейіпкер Мұрат Батырбаев жайлы. Ол ауыл баласы, жалықпай, қажымай, талмай, табандылықтың нәтижесінде Мұрат бокс чемпион атанды. Автор еңбек еткен адамның қай кезде де арман мақсатына жететінін, қиындыққа мойымау керегін шығарма кейіпкері Мұрат бейнесі арқылы көрсетеді. Бұл повесть 1957 жылы чемпион деген атпен шығады, ал 1962 жылы жекпе-жек деген атаумен тағы да өңделіп шығарылған еді. Олай болса, осы кітапты балалар Абай қаласының орталық балалар кітапханасынан келіп алып көрулеріңізге болады. Келесі кезекте сіздерге ұсынатын кітабымыз «Менің атым Қожа». Менің атымды атай бастасам, тілім таңдайыма жабысып қалатындай болады да тұрады. Адамның атының сүйкімді болуы да зор бақыт па деймін кейде. Мысалға алатын болсақ, Мұрат, Болат, Ербол, Бақыт деген аттарды алып қараңдаршы. Айтуға да ықшам, естір құлаққа да жағымды. Әрі мағына жағынан да қазақ тілінен сабақ беретін Майқама Тәтеше айтқанда, бұлар жоғары идеалды есімдер болып көрінеді маған. Ондай өз атыңды кәдімгідей мақтаныш етіп, біреумен таныса қалса, көтеріңкі мәнерлеп тұрып айтады. Ал мен айтуға да, естуге де қолайсыз есімдер де бар. Өзге түгіл өзіңде де ұнамайтын. Әттен-ақ қолдан келсе, табанда өзгертіп, әдемі аттардың бірін иемденіп алар едім дейді. Жарайды, өткенге өкініш жоқ дегендей, істің турасына көшелік. Менің атым Қожа. Шын айтсам, бұл о баста Қожа емес, Қожаберген екен. Біз бір сыныпта екі Қожа бармыз. Бірі сүт тұбайтын үлкен баласының аты Қожа, екіншісі мен. Оқушылар екеумізді шатастырып алмас үшін мені Қара Қожа, оны Сары Қожа деп түрімізге бөліп айтады.
әуел баста мен бұған шамданып қалатынмын. Бірақ жүре бара құлағым төніп кетті. Дағдыланып кеттім. Қарақожа дегендерге әу деп те қарайтыным бар. Жантас тәрізді қылжақтар осының өзін де дұрыс айтпайды. Әдейі бұзып келемеждеп, Қарақожа деудің орнына Қаракөже дейді. Мен байқамай әу деймін. Менің атым Қожа 1927 жылы жазушының өзім туралы повесть деп аталатын шығармасында жарық көрді. Менің атым Қожа повесі неліктен бірінші қазақ тіліне шықпады? Дегенмен повесть орыс тілінде аударылғаннан кейін өзбек, молдаван, украин, латын, француз тілдеріне аударылып басылып шықты. Повесть желісі бойынша режиссер Абдолла Қарсақбайдың «Менің атым Қожа» киностудиясына 1967 жылы Францияның Кан қаласында өткен балалар мен жасөспірімдер фильмдерінің дүниежүзілік фестивалінде жүлделі орынға ие болған «Менің атым Қожа» кинофильмі. Осы кітапқа арнайы кино түсірілген болатын. Келесі кітабымыз балалық шаққа саяхат. Бердібек Соқпақбаевтың өзі өмір сүрген кезеңінің келбетін боямасыз суреттеген қаламгер. Ашаршылық пен жетімдіктің зардабын тартқан жазушы балалық шаққа саяхат повесінде балғын балалығының қиындыққа толы болғанын баяндайды. Анасы ұзақ уақыт науқастанып, көз алдында өмірден өтеді. Бұл шығарма 8 жастағы бұғанасы қатпаған бала Бердібектің бір үзім нан үшін ауыр жұмысқа жегілгені, емшектегі інісі Тұрдыбектің тоқтаусыз жылағаны, жетімдіктің зардабын шеккен қиын күндері бейнеленген. Дүниеде мен үшін одан асқан жексұрын сөз жоқ, тақиясын қорыған тазшадай, осы сөз қай жағымнан сарп ете қалады деп зәрем ұшып үрейленіп тұрамын. Балалық шағының ауыр күндерін былай деп жеткізген: 8 жасында шешемнен өліп, жетім қалдым. Колхозданудың алғашқы жылдары ең бір қиын кез. Осы күннің өзі де жүрегімнің қарс айрыла жаздайды. Япырау, қалай тірі қалдым? Осы күнге қалай жеттім? Нағыз итжантының өзі екен мынау деп таңданамын. Балалық шаққа саяхат повесі кейіпкердің есімдері өзгертілмеген. Балалық шаққа саяхат туындысы бойынша 1965 жылы фильм түсірілді. Әдебиетке деген шынайылығын, көрінісін жазушының осы шығармасынан көріп таба аламыз. Келесі шығармасы Бердібек Соқпақбаев «Өлгендер қайтып келмейді» деген шығармасында соғыс кезіндегі қалың көпшіліктің тұрмыс-тіршілігін бастан кешкен қаралы күндерін баяндайды. Автор шығарманы 1, 2 және 3 дәптер деп 3-ке бөлген. Мұндағы басты кейіпкер Еркін Мамырбаев есімді 15-16 жас аралығындағы боз бала. Шығарма түгелдей Еркіннің басын өткерген оқиғалары жайында баяндалып, оның көзқарасымен суреттеліп айтылады. Оның шығармадағы мінезі шыншыл, намысшыл және ақ көңіл қарапайым ғана қазақ жігіті екені көрсетіледі. Сонымен бірге Еркіннің туған ағасы Сәрсенбек, жеңгесі Қаныша, анасы Нұрәлі, Зағипа, Ғалия есімді басты кейіпкерлер де бар. Атаулы туындыны оқыған әрбір адам қандай қиындық болсын мойымай, жақсы ойлар арқылы сол қиындыққа қары жүріп, жеңіп шығатынына көзі жетеді. Боз бала шағынан түрлі қиындықты басып өткен Еркіннің болашағы жарқын болып, елге танымал тұлға атанғаны кімді болмасын қуантпай қоймайды. Сонымен бірге шығарма оқырманға ізденіс үстінде жүріп адал еңбекпен жетістікке қол жеткізуді үлгі ететін шығармалардың бірі. Бердібек Соқпақбаевтың шығармаларын оқуға орталық балалар кітапханасына шақырамыз. Келіңіздер. Біздің қорымызда Соқпақбаевтың «Менің балалық шаққа саяхат», «Менің атым Қожа», «Аяжан», «Қайдасың Гауһар» сынды оқулықтары бар. Рахмет. Келесі кездескенше.